өзін өзі дамыту сериясымен қазақ тіліндегі видео сабақтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі видео сабақтың тақырыбы өмірді өзгерту үшін ойыңды өзгерт деп аталады. Жасыратыны жоқ, қазір адамдардың көбі өздерінің қоғамдағы алатын орнына, тұрмыс жағдайларына көңілдері тола бермейді. Қазіргі нарық билеген, ақша билеген нарық жағдайында бірінші кезектегі мәселеге айналып отыр қазір тұрмыс жағдайын көтеру, қаржы тапшылығынан құтылу. Қазір қоғамымызда болып жатқан саяси оқиғалар, митингілер шығып жатыр, адамдар көптеген наразылықтарға шығып жатады. Бұның бәрінің астарында сол жалақыны көбейту, тұрмыс жағдайын жақсарту мәселесі тұрғандығы белгілі. Енді сол адамдардың бәрі өмірлерін өзгерткісі келеді әрине. Бәрінің арманы өмірін өзгертіп, қаржы тапшылығынан құтылып, кедейшіліктен құтылып, бақуаттылыққа қол жеткізу. Олардың бәрінің арманы сол. Енді осы өмірді өзгерту үшін не істеу қажет деген мәселе төңірегінде біз әңгіме етпекпіз. Бүгін өмірді өзгертуге, ол үшін өмірімізді өзгертуге не нәрсе кедергі келтіріп тұр деген сұраққа жауап беруге болады. Мысалы, біз жалақымен күн көреміз, кредитіміз бар, жалақымыз аз, жетпейді. Бір жалақыдан екінші жалақыға дұрыс жете алмай қарыз алып жатамыз, кредит алып жатамыз. Бұған осыны енді қалай өзгертуге болады? Қалай бақуаттылыққа қол жеткізуге болады? Қаржы тапшылығынан қалай құтылуға болады? Бұған не кедергі келтіріп тұр деген мәселеге келетін болсақ, ең бірінші кедергі біздің өзіміздің қоршаған ортамыз. Айналамыздағы қоршаған орта адамдар. Ол туған туыстарымыз болуы мүмкін, отбасымыз болуы мүмкін. Ол біздің дос жарандарымыз, араласып жүрген, ол біздің бірге қызмет істейтін әріптестеріміз болуы мүмкін. Бәрі. Солармен күнделікті біз араласып жүреміз, солармен күнделікті біз пікірлесеміз, сөйлесеміз, қарым-қатынаста боламыз түрлі. Сол адамдардың ақыл-ой санасы бізге әсер етеді. Ол адамдар егер де жалақыдан жалақыға жетпей, қарыз алып, кредитпен күн көріп, сол қиындықта, тапшылықта жүретін болса, ол адамдардың ақыл-ой санасы бізге беріледі. Біз де сол деңгейде қалып қоямыз. Яғни айтқанда, біздің осындай мынадай шұқырда, қоғамды үлкен шұқыр деп санайтын болсақ, біздің қазіргі жағдайымызды кедейшіліктің, тұрмыс тапшылығының тауқыметінде отырған жағдайымызды, қазіргі шұқырда отырған ахуалға теңейтін болсақ, онда осы шұқырдан шығып кетуімізге ең үлкен кедергі айналадағы қоршаған ортамыз адамдар екен. Сол адамдардан. Қоршаған орта бізді төмен қарай тартып, сол шұқырда шықпай, сол шұқырда отыра беруге мәжбүрлейді екен. Одан құтылу үшін не істеу керек деген мәселеге келетін болсақ, өзін-өзі дамыту ғылымының үлкен бір белгілі сарапшысы, американдық Брайан Трейсидің айтуынша, ең алдымен ақыл-ойды өзгерту керек. Ақыл-ойды өзгерту керек. Бәрі ойдан басталады дейді. Ойды өзгерту керек, ойыңыз өзгерсе, сол кезде сіздің өміріңізде өзгереді. Бірінші ой өзгереді, содан кейін өмір өзгереді. Тұрмыс жағдайыңыз, қоршаған ортаңыз бәрі өзгереді. Яғни айтқанда, біз алатын ақпаратымызды өзгертуіміз керек. Әрине біз қоршаған орта бізді одан құтылып кете алмаймыз. Туысқандарымыздан, отбасымыздың мүшелерінен, бірге қызмет ететін әріптестерімізден бас тартып, олардың бәрін тастап, басқа жаққа кетіп қала алмаймыз. Олармен араласуға тура келеді күнделікті өмірде. Бірақ осындай жағдайда жүріп, біз ақыл-ойымызды қалай өзгертеміз деген мәселе келетін болсақ, ең алдымен біз алатын ақпаратымызды өзгертуіміз керек. Алатын ақпаратымызды өзгертсек, жақсы ақпараттар алатын болсақ, мысалы, егер біз тұрмыс тауқыметінен құтылып, бақуаттылыққа қол жеткізгіміз келсе, онда біз бай, бақуатты өмір сүріп жатқан адамдар туралы көбірек ақпарат алуымыз керек. Соған олар қалай жетті, қалай қол жеткізді, қалай өмір сүріп жатыр қазір, ол үшін олар не істеді деген мәселелер төңірегінде сондай сайттар бар, видео сабақтар бар, түрлі мақалалар бар, көп ондай ақпараттар өте көп. Сондай ақпараттарды біз көбірек алуымыз керек. Соларды, сондай кітаптарды оқуымыз керек, сондай видео сабақтарды тыңдауымыз керек, сондай видео роликтерді көруіміз керек.
сонда біздің миымыз зарядталып, сеніміміз артады, үмітіміз көбейеді. Сөйтіп біз ақырындап жаңағы бақуаттылыққа, байлыққа қол жеткізуге болатынына нақты сеніп, соған қарай өзіміздің жаңағы ақыл ой санамызды бағыттай бастаймыз, сене бастаймыз. Ақыл ой санамыз бірінші өзгереді. Бірінші ақыл ой санамыз өзгереді. Сосын ақыл ой санамыз ақырындап бізді мынау шұқырдан ақыл ой санамыз бізді мынау жаққа алып шығады. Мынау қоршаған орта бізді мынау шұқырға қамап ұстап отыр. Ал ақыл ойымызды өзгерту арқылы біз түрлі ақпараттар алу арқылы біз осы қоршаған ортаның ықпалынан шығып, мынау шұқырдан шығамыз, санамызды шығарамыз. Ақыл ойымыз өзгеріп санамыз шықса, содан кейін бізді мына шұқырдан санамыз мына жаққа қарай тартып шығарады. Ақыл ойымыз тартып шығарады мына жаққа қарай. Шұқырдан шығамыз. Жалғыз жолы осы, басқа жол жоқ. Мен Life is Good деп аталатын компанияда жаңағы 1,5 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмын, бизнес айналысып. Жақсы компания. 2 өнімі бар, Vista деп аталатын депозит, жылына 20-25% өсім береді валютамен, және тұрғын үй кооперативі процентсіз займ береді. Үй алуға, сатып алуға, баспана сатып алуға. Мен соны жаңағы халыққа кеңес беру арқылы адамдарға таратып отырамын. Осы 2 өнімді. Менің осы Life is Good компаниясы туралы түсірген біраз видео сабақтарым бар, видеоларым бар. Көптеген мақалаларым бар. Соларды оқып, видео роликтерді көріп, ниет етіп, менімен хабарласып, осы компанияның жаңағы өнімін алсақ, жаңағы Vista депозитіне тіркелуге болады, қалай тіркелуге болады деп хабарласып жатқан адамдар бар, көп. Менің біраз клиенттерім де бар, осы арқылы тіркеліп жатқан. Соңғы кездерде бірнеше адам осы қызығушылық танытып тіркелді. Мен оларды тіркедім, өзім тіркедім, өйткені қазақ тілді оқырмандарының арасында жаңағы интернетті жақсы білетіндер көп емес онша, сондықтан да оларға көмектесуге тура келеді. Мен айтқанда тіркеу процесін бәрін өзім жүргіздім, тіркедім. Содан кейін негізгі мәселе ақша салу керек болады. Мысалы, депозитке ақша салып, сол күннен бастап депозит активтеніп жұмыс істей бастайды. Депозитке тіркелдіңіз, кабинет алдыңыз, бірінші қадам. Екінші қадам, нақты қадам. Ақша салып, оны активтендіру. Тіркеледі адамдар, жаңа адамдар. Ақша салатын кезде жалт бұрылып, жаңа табансыздық танытып кетіп қалып жатыр. Біраз жағдайлар болды, бірнеше жағдай болды осындай. Сосын өзім ойлап, бұл неге олай жасап жатыр деген ойға қалып, соны өзімше сараптама жасап көрдім. Сонда көзім жеткен мәселе, бұл адамдар мынадай шұқырда жатыр олар, қоршаған орта оларда жаңағындай ақша жетпейді, қалай күн көреміз деген сияқты күнде әңгіме, еститін әңгімелердің бәрі осы. Бірақ бұл адамдарда осы шұқырдан шығып кетсем, қалай қаржылық бостандыққа жетем деген бір ниет бар. Олар іздену үстінде. Ізденіп жүр, олар менің жаңағы видео роликтерімді көрді, мақалаларымды оқыды. Көкіректерінде бір үміт оянды. Олар сол жаңа ақпарат алғаннан кейін милары зарядталды. Зарядталып, сенім оянды. Сосын шешім қабылдады. Сөйтіп менімен хабарласып, тіркелді. Тіркелгеннен кейін енді ақша аударатын кезде оларға, мысалы, өзінің қоршаған орта, мынау адамдар бірден ықпал ете бастады. Мен айтқанда, туыстарымен ақылдасқан болу керек, достарымен ақылдасқан болу керек. Сондай жағдайда олардың бәрі айтатын, мынандай ортада жүрген адамдар қандай ақыл айтуы мүмкін? Өзіңіз ойлап көріңіз, мынандай ортада жүрген адам. Мысалы, өмір бойы инвестиция деген не екенін білмейді. Бақуаттылыққа қол жеткізбеген, содан құтылып, ақша арқылы ақша тауып, бақуаттылыққа қол жетуге болады дегенді ойламаған ешқашанда. Бұл туралы ақпарат алмаған адам. Тек қана жалақымен жан бағып, жалақымен күн көріп, өзі қалт-құлт етіп өмір сүріп,
өмірден өтеміз дегенді санасына сіңіріп қойған адамдар қандай ақыл беруі мүмкін? Олардың ақылы біреу ақ. Сені жаңағы танымайтын адамға сен қалай ақша аударасың? Ол сені ертең алдап келеді. Бұндайға сенуге болмайды. Интернет арқылы алдап ақша алып жатқан алаяқтар өте көп. Сондықтан да ақымақ болма, бас тарт дейді. Бұл белгілі нәрсе. Соныменен ол адамның жаңағы әлгіндей видеороликтерді көріп, мақалаларды оқып алған әсері қоршаған ортаның, айналадағы адамдардың ықпалымен жоқ болды да, олар өзінің жаңағы ниетінен бас тартты. Сөйтіп, осы шұңқырдың ішінде олар қалып қойды. Әрине, мұнда шұңқырдың ішінде жаңағы қоршаған орта оларды жібермей, шапанның етегінен ұстап, тартып шұңқырға құлатты. Қайда құлатты? Қайда барасың сен? Шықпа, осында отырамыз, осында қаламыз деген сияқты сондай олардың көзқарасы, сондай көзқарас. Сондықтан да бұндай қоршаған орта дегеніміз өте үлкен ықпалы бар. Мен айтқанда біздің қазіргі ахуалымызға қоршаған ортаның тигізетін ықпалы өте зор. Одан құтылудың жалғыз жолы, жаңағы Брайан Трейси айтқандай, негізгі ең басты жолы сананы өзгерту. Сананы өзгерту үшін дұрыс ақпарат алу керек. Мен сіздерге беретін кеңесім, менің видеоканалым бар. Осы видеоканалымда мен қазақ тіліндегі көптеген өзін-өзі дамытуға байланысты көп біраз видео сабақтарым бар. Ол сабақтардың бәрі де ойдан шығарылған жалаң сөздермен айтылған сабақтар емес. Олардың бәрі жаңағы Брайан Трейси, Алексей Яновский сияқты жаңағы көптеген осы өзін-өзі дамыту саласының білікті сарапшыларының жаңағы жазған білімдеріне негізделіп түсірілген видео сабақтар. Сондықтан одан көп пайдалы ақпараттар таба аласыздар. Сондықтан да осы видео каналыма жазылып, күн сайын кіріп, сол видео сабақтарды бір 10-15 минут тыңдап отырсаңыз, сіздің санаңыз зарядталады. Содан кейін менің ақиқат деп аталатын блогым бар. Ол блогымда өзіндік даму, ақша, инвестиция, интернет арқылы ақша табу, тағы да басқа тақырыптарда көптеген мақалалар бар. Сол мақалаларды оқып тұруыңызға болады. Осы видео каналыммен менің блогымда кіріп оқып тұрсаңыз, сол да жетіп жатыр. Күн сайын бір 10-15 минут уақытыңызды кетіріп, жаңағы видео сабақтар тыңдап, немесе бір-екі мақаланы оқып отырсаңыз, сіздің санаңыз зарядталып, күн сайын санаңыздағы сеніміңіз күшейе береді, үмітіңіз көбейе береді. Сөйтіп сіз ақырындап айналаңыздағы қоршаған адамдардың ықпалынан шығасыз. Мен айтқанда мына шұқырдан шығасыз. Мына шұқырдан шығып ақыл ойыңызды өзгертесіз. Ақыл ойыңыз өзгергеннен кейін сізді ақыл ойыңыз, сол өзгерген ақыл ойыңыз мына шұқырдан тартып шығарады. Сөйтіп сіз жаңағы айналаңдағы қоршаған адамдардың ықпалынан толық шығасыз, басқаша ойлайтын боласыз. Мысалы, сіз назар аударып қарайтын болсаңыз, бай адамдар, өз ақылымен байлыққа қол жеткізген адамдар басқаша ойлайды. Мүлдем басқаша ойлайды. Мынау адамдар сияқты емес олар. Олардың өмірге деген көзқарастары мүлдем басқаша. Қанша бай болса да ол адамдар бәрібір тиын үнемдейді. Үнемді пайдаланады. Біздегі сияқты дарақтық пен ақшаны шашпайды ол адамдар. Қанша бай адам болса да. Және ол адамдар ақшаны басқа адамдарға көмекке, қайырымдылыққа көп жұмсайды. Мысалы, Билл Гейтс, әлемдегі ең бай адам деп саналатын, өзінің ақылымен жеткен Microsoft компаниясының иесі, негізін салушы, өзінің жиған терген 70 миллиардтан астам байлығын жартысын жаңағы қайырымдылық шараларына жұмсады. Жартысын. Айтқанда 35 миллиард долларды ол қайырымдылық шараларына жұмсады. Қазақстанның бірнеше жылғы бюджеті. Қазақстан халқын 2 жыл бойы асырауға болады. 35 миллиард долларын. Міне осындай ақшасын ол қайырымдылық шараларына жұмсап жүрді. Бұл адамдардың, мен айтқанда, көзқарасы, сөйлеген сөзі, ұстанымы мүлдем басқаша. Мен айтқанда, сіз сол адамдар туралы ақпарат алсаңыз, көбірек видеолар тыңдасаңыз, сіздің көзқарасыңыз да өзгереді, ақыл ойыңыз да өзгереді. Ақыл ойыңыз өзгерсе, мынау сияқты шұқырдан сіз құтылып шығасыз.
міндетті түрде ерте ме кеш пе құтылып шығасыз. Ол тек қана ақшаға ғана қатысты нәрсе емес. Ол сіздің бақытты өмір сүруіңізге барлық жағынан көмектеседі. Егер сіз осы видеодан пайдалы ақпарат алған болсаңыз, ондай болса лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, менің видео каналымның оқырманы болыңыз, жазылыңыз, және ақиқат блогының оқырманы болыңыз.